Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы біршама уақыттан бері президенттер портреті деген айдармен әр қилы елдердің көшбасшыларының болмыс бітімдерімен жүріп келе жатқан жолдары жайлы материалдар жариялап келеді. Президенттер туралы ендетіп қаза жазылған деректер сен тұр, мен айтайын дейтіндей-ақ құнды әрі бірінен бірі өте аса қызықты болып келеді. Қалың оқырман осы күнге дейін Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев туралы жан-жақ сараптап берілген бірталай мәліметке қанықты. Президенттердің портретін ашу жазбасының кезегі Әзербайжан көшбасшысы Ильхам Алиевке келген екен. Біз соның маңызды деген қырларына тоқталамыз. Әзербайжан президенті қай жағынан алып қарасаңыз да оқшау көрінетін билеуші болып сезіледі. Әкесінің арқасында билікке келу жолы да айрықша, істеп жатқан тірлігі де әзербайжандарға тән қызбалыққа толы, бірақ нәтижелі. Дегенмен отбасы мүшелерін байлыққа кенелтумен билікке алып келу үрдісінен бұл президентте кенде емес екен. Кіндігінен жараған ізбасары да осы бастан дайын сияқты. Кеш жарық ағайын. Бұл неге олай бағдарламасы. Билікті қолдан шығармау, оны атадан балаға мұра етіп өткізіп отыру сынды феодалдық дәуірге тән әдет осы күні посткеңестік мемлекеттердің басшылары арасында сәнге айналған болса керек. Мұндай жолдың көш басында Әзербайжан тұр деуге келеді. Әкесі мен баласының ел басқарған уақыттарын қоссаңыз, жарты ғасырға барып тұр. Алдағы уақытта үшінші, ең кіші Әлиев те басшылыққа бас қойса, билік тұқым тұқиянына өте келе ғасырға бару одан ары кете беруі де ғажап емес. Материалға зер салсақ, күні кешеге дейін Ильхам Алиев бүкіл кеңістіктегі әкесінің орнын басқан жалғыз президент болғаны даусыз. 2 жыл бұрын Түркмен басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов те баласын таққа мінгізіп, Алиевтер ашқан әлемнің ауасымен тыныстап көрді. Ертең бұл қатарды толықтырғысы келетіндер әр жерден бой көрсетуі де мүмкін. Алайда Алиевтердің ат ауыстыру дағдысына ұмтылғандар бәрібір далада қалатын сияқты. КСРО ыдырап, соңынан республикалар жеке шаңырақ көтеріп жатқан тұста Гейдар Алиев зейнеткер еді. Ол Әзербайжанның алғашқы президенті болған жоқ. Оған дейін 2 президент ресми өтті, және 2 адам президент міндетін уақытша атқарды. Соның бәрін қоса алғанда Гейдар Алиев 5-ші президент. Материалға жүгінсек, Гейдар Алиевке дейінгі 4 президенттің ел басқарған кезеңі 2 жылдың аржақ бер жағы ғана. Олардың барлығында халықтық толқу, оппозициялық қарсылық жаңқа құрлы көрмей жағыға шығарып тастады. Бірі әскери төңкерістен жеңілсе, енді бірі азаматтық соғыстың басталып кету қаупінен жасқанды. Тағы бірі аш құлақтан тыныш құлақ деп билікті өз қолымен өткізіп бергенді жөн көрді. Бұл кезде Алиевтердің таңын атырып, жұлдызын жаққан 1993 жылғы президент сайлауы жақындап келе жатқан еді. Ал 1993 жылғы президент сайлауында оны халықтың басым бөлігі қолдады. Бұл шын мәніндегі ашық сайлау болды десек артық емес. Себебі Әзербайжан халқына Қарабақ дауында кез келген күшке қарсы тұратын ірі тұлға қажет еді. Ал Әзербайжанда Алиевпен теңдесер ешкім болған жоқ. Сөйткен президент 10 жылдан кейін билікті баласына өткізіп беріп, ақшта көз жұмды делінеді мақалада. Алиевтердің билікке келу жолы бұдан 85 жыл бұрын басталыпты. Мақалада оның НКВД жүйесінде істегені, Әзербайжан КГБ-сін басқарғаны, 13 жыл Әзербайжан кеңестік социалистік республикасын басқарғаны, сол кезде республиканың экономикасы мен халықтың әл-ауқатын көтергені, жемқорлықты жойып, кадрларды тазартқаны, политбюро мүшесі болғаны, зейнеткерлікке шығардан бұрын КСРО министрлер кеңесі төрағасының 1-ші орынбасары болғаны келтірілген. Қазақстан басшылығына Геннадий Колбинді жіберуге қатысты Горбачевтың ұсынысына саяси бюрода тек Гейдар Алиев қана қарсы шыққан дейді деген дерек айтылған. Ал 1993 жылы Гейдар Алиев Әзербайжан президенттігіне сайланғанын жоғарыда айттық. 10 жыл президент болды.
болды. Гейдар Алиев өзінің ұлы Илхамды тақ мұрагері етуді ұйғарып, осыны жүзеге асырды. Бұл іске ол өзінің өлерінен бір жыл бұрын шапшаң кірісті. Алдымен Конституцияға өзгерістер енгізіп, ұлын ізбасар жасаудың алғы шартын түзді. 2003 жылы төсек тартып жатып-ақ Илхам Алиевті Әзербайжан премьер-министрі етіп тағайындады. Сол жылы өткен президенттік сайлаудың қарсаңында ол ақш ауруханасында жатып, Әзербайжан халқына үндеу жасады, Илхамды қолдауға шақырды. Кіші Алиев 84,6% дауыспен әкесінің орнына отырды. Ұлының өзі болғанын көріп, көңілі жайланған Гейдар Алиев желтоқсан айында дүние салды. Одан бері тағы 4 рет сайлау өтті. Илхам Алиев әлі тақта отыр. Илхам Алиев әкесінің үмітін ақтады деуге болады. Билікті өзіне ыңғайлап ұзақ отырып келеді. Әзербайжанның тәуелсіздігін нығайтты. Түркиямен одақтасып, Ресейден іргесін алыстатты. Қарабақты қайтарып алды. Дегенмен биліктің тәтті дәмін татқан Илхам Алиев әкесінің істегенін істеп, ұлын мұрагер ететін сияқты. Атасының есімімен аталған кіші, яғни 3-ші Гейдар Алиев бүгінде 27 жаста. Отбасылы. Осы күні ол үлкен мемлекеттік шараларда бой көрсетіп жүр. Президент әкімшілігі халықтың көзін кіші Алиевке үйрете бастаған сыңайлы. Ал Илхам Алиевтің жұбайы Мехрибан Алиева 10 жылдан астам уақыттан бері биліктің төңірегінде депутат болды. Ал 2017 жылдан вице-президент. Илхам Алиевке бірдеңе бола қалса, билік уақытша Мехрибан ханымның қолына өздігінен өтеді. Әрі Мехрибан Алиева жаңа Әзербайжан билік партиясы төрағасының орынбасары. Илхам Алиев осы күні бала-шағасын үлдемен бүлдеге орап тастады. Оның 2 қызы мен 1 ұлы бар. 2010 жылы Вашингтон Пост газеті Илхам Алиевтің 3 баласының атына Дубайда құны 75 миллион ақш долларына тең жылжымайтын мүлік түрлері тіркелгенін жазды. Ал 2011 жылы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары президенттің қыздары ұялы байланыс бизнесін жаулап алғанын жариялады. Илхам Алиевтің отбасы басқаратын Red Gold Estates Азербайжан ЛТД компаниясы 2012 жылы жүзеге аспай қалған қырғыз алтын кен орындарын сату аукционына қатысқаны белгілі болды. Ал 2018 жылы Ұлыбритания соты Илхам Алиевтің қыздарының ақша жымқыруға қатысы бар болуы мүмкін екенін ресми мәлімдеді. Бұл ақпаратты сол тұста The Guardian басылымы таратқан. Қыздары Лейла мен Арзу Алиевалар Лондоннан құны 60 миллион фунтқа тең жылжымайтын мүлік сатып алғаны келтірілген. Проект басылымы Ресейдегі ең қымбат және жабық аудандардың бірінде Гейдар Алиевтің зәулім сарайы бар екенін жазды. Бұл сарайдың құны 35 миллион ақш доллары екені айтылды. Жалғыз ұл кіші Гейдар Алиев 11 жасында Дубайдағы 9 сарайдың иесі атанған екен. Мақала ТМД кеңістігіндегі ел билеу дәстүрінің ырғағы Кремльдегі өзгерістен кейін бұзылары хақ. Путин кеткеннен кейін бұйырмаған бұттан кетедінің кебін киетіндер көбеюі мүмкін. Оның ішінде әрине Илхам Алиевтің арман мақсаты да тұр деген жолдармен аяқталады. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.